Байқасаңыздар, бір көп жағдайда өмірдің бір қиын сынақтарынан, ауырлықтан, қарыздан, развод болады, жұмыста проблема бар. Содан сынып қала береміз көреді. Жабылып қаламыз, қорқып қаламыз, тәуекел ете алмай қаламыз, басылып қаламыз, қатып қаламыз. Бұл ненің белгісі? Біз өмірде таяқ жегеніміздің белгісі. Вот. Адам, өзін жеңген адам өмірде ештеңеден таяқ жемейді. Аллах тағала әділетті ғой, айтады ғой, адам баласына мен көтере алмайтын сынақ бермеймін деп. Бірақ Аллах тағала бізге көтере алмайтын сынақ берсе де, көтере алатын сынақ берсе де, біз оны көтере алмай қаламыз да. Сынып қаламыз, адамдарға ренжіп қаламыз сол үшін. Біреумен ұрысып қаламыз, тастай саламыз, қоя саламыз. Хотя бізге берілген кез келген проблема, кез келген қиындық, ол біз шеше алатын, тек қана біз шеше алатын, біз өзгерте алатын қиындық проблема.